Маған көмектеп берген құжаттардың ішінде не жазылғанын білесіз бе? Егер мына қыз болмағанда, мен ештеңе байқамас едім. Ол әлдеқашан сіздердің тізімдеріңізде болған, күте тұрыңыз, деді бас дәрігер әдейі баяу әрі сабырлы үнмен. Бұл қор желісі бойынша стандартты хаттама. Олар емнің бір бөлігін қаржыландырады, есесіне формалды келісімдер талап етеді. Барлығы заңға сай рәсімделеді. Қолтаңбасыз ешкім ешқайда енгізілмейді, қолтаңба бар. Бірақ ол менікі емес. Әлде мен қалай қол қойғанымды ұмытты деп ойлайсыз ба? Бас дәрігер күрсінді, кейде жүйе ескі үлгілерден деректерді қателесіп жүктеуі мүмкін. Мүмкін, біреу жай ғана, бұл менің ұлым, деп сөзін бөлді Ерлан. Ол түтік арқылы тыныс алып жатыр, ал сіз үлгі дейсіз бе? Не істеп жатқандарыңызды түсінесіз бе? Бас дәрігер дірілдеген қолымен маңдайын сүртті. Мен бәрін тексеремін. Алаңдамаңыз, егер шынымен заң бұзушылық болса, кінәлілер жауап береді. Бірақ өтінемін, бүкіл қалаға шу шығармаңыз. Бұл қалай көрінетінін өзіңіз де түсінесіз. Онда науқастарды сан мен донорлық кейс ретінде қарауды доғарыңыздар. Ұлыңыз ешқандай бағдарламасыз бақылауда қалады. Мен сөз беремін. Ерлан есік алдында тоқтап артына бұрылды. Сөз бе? Егер мына қыз болмағанда, ертең оны кесте бойынша ажыратып тастар едіңіздер. Өйткені тізімде солай тұрды. Қандай қыз? Сіздердің барлығыңызды құтқарған қыз. Кешке олар палатада отырды. Ұлы әлі де бозғылт, кірпіктері сәл дірілдейді. Аппараттар баяу гуілдейді. Айлин орындықта отырып екінші шайын ішіп отыр. Ерлан кенеттен сұрады. Атың кім? Айлин, сен Германиядамын дедің. Мұнда қалай келдің? Анаң қайда? Біз Дюссельдорфта тұрдық. Анам аудармашы еді. Тіпті Австрияға көлікпен баратынбыз, себебі анам неміс кофесін ұнатпайтын. Кейін анам қайтыс болды, мен әжеме көшіп келдім. Бірақ әжем де ауырып қалды. Сосын мен жалғыз қалдым. Ойын сияқты деңгейі бітті, ал келесі жүктелмей қалды. Ол мұны сондай сабырмен айтты, Ерлан бірден түсіне алмады. Сонда сен мүлде жалғызсың ба? Иә, бірақ мен ұрламаймын да, қайыр сұрамаймын. Тек кейде тоқаш қана. Күнде емес, ең болмаса адалсың, деді Ерлан. Неміс тілі анаңнан ба? Иә, тіпті жоғалып кеткенде төлқұжатымды өзім аударғам. Полицияға бермек болды, ал мен оларға немісше түсіндірдім. Қалай қорыққандарын көрсеңіз. Ерлан еріксіз күліп жіберді, бірақ қайтадан байсалды бола қалды. Маған уақытша бірге тұрғың келеме, болым? Мен шуламаймын, шаңсорғышта істей аламын. Мен шындап айтып тұрмын, мен де. Тек тіс щеткам мен пижамам жоқ. Бірнеше күннен кейін Ерланның ұлы көзін ашты. Алдымен әлсіз, кейін кеңірек. Бір аптадан соң жымия бастады. Айлинді көріп, әке, мына бұрымды қыз кім? Деп сұрады. Бұл Айлин, ол бізді құтқарды, онда ол енді бізбен бірге тұрады. Егер келіссе? Айлин иығын қиқаң еткізді. Болат, тек мектепке барғым келмейді. Дүйсенбіде ботқа береді, оны шешеміз деп жымиды Ерлан. Және бізбен емес, бізде болсын. Біреуде сен бар болғаны ұнайды, ал олар сенде бар болғаны одан да жақсы, деді Айлин байыппен. Сол сәтте Ерлан өзінің қайтадан отбасы бар екенін түсінді. Бұрынғыдай емес, бірақ шынайы. Тағы бір нәрсе, қалтасында неміс тілінің аудармашысы бар. Өте сауатты әрі өте аш, асүйдегі бос табақтарға қарасаң. Жалғасын жіберсеңіз, осы аттармен жалғастырамын.